Тарихтың қатпарында ерлік пен елдіктің ордасы болған, көк күмбезін күн сүйген қала, ұлы дала бет түзеп исінген қала, Түркістан шаһарының облыс болғанына 1 жыл. Мерейлі күнге орай, Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы рухани астананың рухын одан әрі асқақтату мақсатында Түркістанда түлеген төл тарихым атты жазба жас ақындар мен жазушылардың облыстық байқауын жариялайды. Байқау 2019 жылдың 14 маусым күні сағат 11:00-де Түркістан қаласы Бекзат Саттарханов даңғылы 122А облыстық жастар ресурстық орталығының ғимаратында өтеді. Байқауға қатысатын ақындар 2 тақырыпта өлең жіберуге міндетті. Бірінші тақырып Түркістанда түлеген төл тарихым, екінші тақырып еркін тақырыпта болу шарт. Байқауға қатысатын жазушылар да бекітілген тақырып бойынша әңгіме немесе көркем шығарма жазуы тиіс. Жырдан жауһар, сөзден өрнек, асыл сөз гауһар емес өлмек. Шын жүйріктің алдынан шаң келеді.